Ілияс Жансүгіров «Құлагер» поэмасы. Бүгін мен сіздерге қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі Ілияс Жансүгіров туралы айтып бергім келеді. Ілияс Жансүгіров қазақ поэзиясын жаңа биікке көтерген сөз өнерінің хас шебері. Ол 1894 жылы қазіргі Алматы облысында дүниеге келген. Ілияс жастайынан зерек өнерге құштар болып өседі. Әсіресе оның «Құлагер» поэмасы қазақ әдебиетінің інжу маржаны саналады. Бұл поэмада ақын қазақтың атақты тұлғасы Ақан серінің тағдырын, оның құлагер атты тұлпарының қасіретті өлімін суреттеді. Ілияс Жансүгіровтің тек ақын ғана емес, ұлт жанашыры болды. Өкінішке орай 1937-1938 жылдардағы саяси қуғын-сүргін кезінде жазықсыз жала жабылып атылды. Ал енді құлагер туралы айта кетсек, құлагер қазақтың жүйрік аты, еркіндіктің, сұлулықтың символы. Ол тек шылқы емес, қазақ рухының бейнесі. Поэмада Сағынай деген байдың асы беріледі. Сол асқа бүкіл елден ат жарыстыратын жүйріктер жиналады. Ақан сері де өзінің ерекше, ешкімге дес бермейтін тұлпары құлагерді алып келеді. Құлагер ерекше жүйрік, сұлу, бәйгеде алдына қара салмайтын ат. Бірақ кейбір адамдар құлагердің мықтылығын көре алмайды. Қызғаныш пайда болады. Сол кезде күншіл, арам пиғылды адамдар құлагерді қастандықпен өлтіреді. Ақан сері құлагердің өлі денесін көргенде қатты қайғырады. Ол үшін құлагер жай ғана ат емес еді. Сырлас досы, жан серігі болатын. Ақанның зары, жоқтауы поэманың ең әсерлі тұсы. Қорытындылай келе, Ілияс Жансүгіров қазақ әдебиетінің жарық жұлдызы. Оның шығармалары бізді әділдікке, рухани тазалыққа, елді сүюге тәрбиелейді.